халықты естіңіздерші, халықты жеткізбеңіздерші, анау ешқандай сөзге көнбейтін дәрежеге дейін апармаңыздар. Егер де ешқандай өзгеріс болмаса, құрметті азаматтар, біздер, менің қорқатыным, азаматтық соғысқа жақындап келе жатқан сияқтымыз. Мен Олжас Әбілқайыр, Алматы қаласы 1-ші сайлау округі бойынша депутаттық үміткер болдым. Менің айта кеткім келіп отырғаны, құрметті биліктегі азаматтар, құрметті ішкі істер қызметкерлері, мына соңғы айда болып жатқан іс-әрекеттер ол басы әділетсіз сайлаудан бастап қазақ елінің байлығының сатылып жатқаны, шекараларының ашықтығы, сепаратистердің жағдайы, кешегі қанды қаңтар, оның барлығы бәрімізге, бірінші кезекте билікке, әрине халыққа да сабақ болу керек. Бүгінгі күнгі жағдай, егер де ешқандай өзгеріс болмаса, құрметті азаматтар, біздер, менің қорқатыным, азаматтық соғысқа жақындап келе жатқан сияқтымыз. Ел ішінен іріткі шығарушылар көбейіп жатыр. Ел ішінен жаңағы басқа елдің мүддесін қорғаушылар көбейіп жатыр. Халықты шындықты айтқаны үшін 5 жылға түрмеге жауып, дәл сондай сөзді бірақ басқа елдің мүддесі үшін айтқаны үшін адамдар тек кешірім сұрап кетіп жатқан кезде, бұдан асқан әділетсіздіктің жоқ екенін көре тұра халық ертеңгі күні не істеу керек? Ойланыңыздаршы, құрметті азаматтар. Бізге, жеке маған, не болмаса мінекей мен қасымдағы азаматтардың ешқайсысына қан болсын, сойқан болсын, революция болсын, ешкімге керегі жоқ. Маған да керек жоқ деп есептеймін. Бірақ өкімет басындағы азаматтар, сіздер естуге міндеттісіздер. Болмаса сіздер соның барлығын, міне алдарыңызда мысал тұр. Осының барлығы сіздердің естімеулеріңіздің салдары. Ендігі жолы бірінші рет халық көнді. Мына алаң 86 жыл қанға болғанда басқа билік дедік, көндік. 2011-де халықты Жаңаөзенде атқан кезде бізден алыс дедік. Кеше 22-де мына жерде мінекей форма киіп тұрған азаматтар, өздеріңіз сияқты азаматтарды осы халықтың балдары алып шықты, білесіздер ғой. Ұмытып кетпеңіздер ол туралы. Сіздер де дәл біз сияқты осы елдің бір бөлігісіздер. Қаншалықты біз саяси мынандай мінбеде бір-бірімізге қарсы болсақ та, біз ішімізде қазақтың бір ұлы мен бір қыздарымыз, барлығымыз да бауырмыз бір-бірімізге. Сондықтан құрметті биліктегілер, ең бірінші кезекте президент, одан кейін үкімет аппараты басындағы азаматтар, өтініш, мен өтініш ретінде айтамын, халықты естіңіздерші, халықты жеткізбеңіздерші, анау ешқандай сөзге көнбейтін дәрежеге дейін апармаңыздар. Ол менің сіздерге деген өтінішім, және халқыма деген аманатым. Рахмет.